Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 12-ші сабақта біз мәтін тақырыбын жалғастырамыз. 45-ші тапсырмаға қарайық. Өлеңдегі көп нүктенің орнына 29-ші беттегі қажетті сөздерді қойып, оқы дейді. Қараңдар, 29-ші беттегі сөзде үрмейсің, батады, қашады, осындай сөздер бар екен, иә? Енді осы сөздерді мына өлеңге қояйық. Өлеңнің аты қаз бен ит екен. Байлаулы ит қазға, сен неге жүзбейсің деді. Қаз, сен неге үрмейсің деді. Ендеше жүр, менің орныма тұр. Ит қазды шынжырлап матады, ал өзі өзенге түсіп жатады. Күн батады, ит суықтан әбден қатады. Қаздың мойнына шынжыр әбден батады. Бір кезде қаздың даусы шықты қаңқ-қаңқ, иттің даусы шықты шаңқ-шаңқ. Қаздың шынжыр мойнын қиды, ит суға малшынып көрді сиды. Содан бері итті көрсе қаз қашады, қазды көрсе ит қашады. Енді тапсырмасы: өлең мазмұнын өз ойыңмен айтып берді де. Өлеңде ит пен қаз туралы, ит қазға, қаз итке өздерінше сен неге өзің жұмысыңды дұрыс атқармайсың деген сияқты айтады, иә? Сол кезде екеуі бір-бірінің орнын ауыстырып көрмекші болады. Ит әрқашанда байлаулы тұрғандықтан ол қаздың мойнын байлап қояды. Сосын кейін өзі қаз суда жүреді ғой әрқашанда, сол үшін өзі суға барып жатып алады. Біраздан кейін иттің мойнында тұрған шынжыр қаздың мойнын ұжып батты. Қаздың мойнын қысады, иә? Ал ит уже судың ішінде жатып шаршайды. Содан кейін барады да екеуі орындардың ауыстырғанның дұрыс болмағанын, біреуге ақыл айтпау керек екенін, өздерінің орындарын алмасқаннан кейін барып қана түсінеді. Енді екіншісі өлеңдегі негізгі ойды анықта дейді. Өлеңдегі негізгі ой: біреудің халін білмей тұрып, ісіне араласпау, басқаның өміріне араласпау, ақыл айтпау. Одан кейін өлең мазмұнына өз пікіріңді білдір дейді. Яғни өлеңді түсіндіңдер, иә? Енді бұл жерге қандай пікір айтуға болады? Әркім өзіне тиісті міндетін атқару керек. 46-шы тапсырма: жоғарыдағы өлең мазмұнын ашатын мақалды тауып жаз. Күшіңе сенбе, ісіңе сен, бірлік болмай тірлік болмас, әлін білмеген әлек. Бұл жерде әлін білмеген әлек деген мақал тура келіп тұрған сияқты. Өйткені өздерін білмей, өзгенің ісіне араласты, иә, қаз бен ит. Енді 47-ші тапсырмада менің ең жақын досым тақырыбына пайымдау мәтінін жаз дейді. Пайымдау мәтінін жазайық. Менің досым, сендер өздеріңнің достарың туралы жазсаңдар болады. Менің досым Мирас, ол үлкендердің айтқанын тыңдайды, бәріне көмектесіп жүреді. Сабақты жақсы оқиды, өйткені ол ақылды, зерек бала. Ол бәрімен тіл табысқыш, сондықтан барлық баламен дос. Мен осылай жаздым, иә балалар? Енді 48-ші тапсырмаға қарайық. Мәтінді түсініп оқы, мәтіннің жанрын ғылыми немесе көркем екенін ажырат дейді. Қоңыр аю жыртқыш аң, көбіне өсімдіктермен қоректенеді. Егер адам өзі тоқтықпаса, өздігіне тиіспейді. Оның бір ерекшелігі ақылдылығы. Егер қақпанға түссе, артқы аяғының көмегімен босанып, қашып кетеді де, екінші рет темір иісі шыққан жерге жоламайды. Екіншісі иіс сезгіштігі. Дымқылданған жалпақ тұмсығы кез келген иісті тез айырады. Қазақстан жануарлары журналынан дейді. Бұл бізде ғылыми мәтін болып тұр. Бұл жерде ол қоңыр аюды сипаттап жазылған, иә? Қоңыр аюдың иіс сезгіштігі, ақылдылығы туралы. Енді бізге әдеби кітаптар мен журналдардан осы тақырып бойынша көркем мәтін тауып жаз дейді. Енді біз көркем мәтін табуымыз керек әдеби кітаптардан. Мысалы, балды сүйіп жейтін әрі қорқынышты, бірақ аңғал аюлар туралы білетініміз де білмейтініміз де көп ақ. Қоңыр аюды сыртқы түріне қарап басқа жыртқыш аңдардан бірден ажыратуға болады. Өйткені оның терісіндегі түгінің түсі біркелкі қоңырқай, кейде қарақошқыл қоңыр түсті, әрі түктері қалың және ұзыншалау болып келеді. Соған орай ауыз екі тілде қоңыр аю деп аталады. Міне, көркем мәтін дегеніміз осылай болады. Балалар, келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.